Назарларыңызға нөлге неге бөлуге болмайды деген ертегіні ұсынамын. Таулар мен теңіздердің арасында цифрия елі болыпты. Ол қалада цифрлар адал және еңбекқор болыпты. Оларға бірде хат келеді. Ол хатты ашып қараса, арифметика патшайымы маған адал қызмет етесіңдер деп жазыпты. Олар жолға жиналады. Арифметика патшайымына жету үшін екі қаладан өту керек. Біріншісі көбейту, екіншісі бөлу деп аталады. Олар көп жүріп бірінші көбейту қаласына келеді. Көбейту қаласында ешқашан қыс болмайды екен. Цифрлар қаланы аралап болып шығайын деп бара жатсам, оларға күзетшілер айтады: сендер бұл қақпадан шығу үшін бір-біріне көбейтіліп қана шыға аласыңдар дейді. Олар көбейтіліп бастайды. 1 көбейту 2-тен 2, 3 көбейту 4-тен 12, 5 көбейту 6-тен 30, 7 көбейту 8-тен 56 болып олар қақпаны ашып шығады. Соңында 0 мен 9 қалғанда кенет 0-9-ға көбейтілгенде 0-9-ды жойып жібереді. Содан бастап кез келген санға 0-ді көбейтсең 0-дің өзі шығады деген ереже қалыптасады. Олар көп жүріп бөлу қаласына келеді. Бөлу қаласында сандар кішіпейіл екен. Цифрлар қаланы аралап болып, қақпаны ашып шығайын деп бара жатса, күзетшілер айтады: сендер бұл қақпаны ашып шығу үшін бір-біріне бөлініп қана шыға аласыңдар дейді. Оларға ең бірінші қақпаның алдына тұрып алып, мен кімді бөлсем екен, кім менімен жұп болғысы келеді деп айтады. Сосын цифрлардың естеріне алдыңғы қақпадан 0-9-ды жойып жібергендер естеріне түсіп, олар 0-ге бөлінуге бас тартады. Содан бастап санды 0-ге бөлуге болмайды деген ереже қалыптасады. Олар көп жүріп арифметика патшайымына жетеді де өздерінің адал қызметтерін бастайды. Осыдан бастап математиканың екі заңдылығы қалыптасады. Біріншісі, кез келген санға 0-ді көбейтсе 0-дің өзі шығады. Екіншісі, санға 0-ді бөлуге болмайды. Осымен ертегім аяқталды.